кеткеннен бері мен оның енді орнамайтынын түсінбедім. Оның дауысын, жіңішке қолын енді көрмейтін секілдімін. Бүкіл әлем маған бос секілді. Адамас, сен ешқашан жалғыз болмайсың. Біз сенің қасындамыз. Қиын, ауыр күндер болады, бірақ уақыт өте келе бәрі жеңілдейді. Сонымен анамды ұмытамын ба? Оның иісін, жүрегінің соғысын қалайша ұмытамын? Сен ешқашан ұмытпайсың, Адамас. Ол әрқашан сенің жүрегіңде. Адамас, сенің ішіне не болып жатқаныңды мен түсінемін. Өз жақын адамды жоғалту ол өте ауыр. Бірақ сен жалғыз емессің. Біз әрқашан сенің қасындамыз. Уақыт өте бәрі жақсы болады. Мұңайма. Таңертең тұрғанымда оның даусы маған естілетін. Құдды бір өзінің бөлмесінде отқандай. Бөлмесінде ешкім жоқ. Солай болар. Бірақ сен жүрегіңдегі әрбір естеліктерді сақтап қаласың. Сен анаңды ешқашан ұмытпайсың. Анашым, мен сені жоқтығыңды әлі қабылдай алмай жүрмін. Сіздің қолыңызды, даусыңызды, балапаным деген сөзіңізді қатты сағындым. Мен де жақын адамды жоғалтқанда іштей өліп кеткендей болдым. Бірақ уақыт өте келе оның естеліктері мені күшті етіп алға жетеледі. Біз бұл қиындықтан да өтуіміз керек. Адамас, сен ешқашан жалғыз болмайсың. Сенің қайғың біздің де қайғымыз. Біз сенімен бола отырып, осы ауыртпалықты жеңеміз. Сенің достарың бар. Біз әрқашан сенің қасындамыз. Уақыт өте бәрі жақсы болады. Уайымдама, дос. Мен оның оралмайтынын түсінемін. Жылдар өтсе де, айлар өтсе де, мен оны өз жүрегімде сақтаймын. Сенің күшің, Адамас, біздің бәріміздің күшіміз. Біз әрқашан сенің қасында боламыз. Анашым, мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Сіздің берген тәрбиеңізді ұмытпаймын. Мен сізді жақсы көремін, мама. Адамас, көңіл-күйің жақсы болып қапты ғой. Молодец. Демек сен алдыға бір қадам жасадың. Жарайсың, досым. Біз бәріміз бірге жасадық. Сенің қайғың біздің де қайғымыз. Біз әрқашан сені қолдаймыз. Қиын кезеңдер бірліктен нығайтады. Біз бәріміз бір-біріміз үшін аға, іні сияқты боламыз. Иә.